Ұстаздар бар ма, ұстаздар? Қолдарыңызды көтеріңіздерші. О, жақсы. Мен 10 жылдай мұғалім болдым. Биология сабақтарын бердім. Өз сабақтарыма әрқашан әртүрлі қызықты ойындар, интерактивті эксперименттер, инновациялық әртүрлі әдіс-тәсілдер енгізуге тырыстым. Сабағым керемет, супер өтіп жатқан сияқты сезіндім өзімді. Бірақ әлі де бір нәрсе жетіспей жүрген сияқты болды. Ол не ол? Көбінесе биологиядағы әртүрлі теория, факт, формула, фотосинтез деген нәрселерді түсіндіріп жүрдім. Бірақ сабағымда бір мағына жетіспей жүрді. Биологияны тек қана сол биология болған үшін беріп жүрген сияқты болдым. Сосын өзіме сұрақ сұрай бастадым. Мен негізі 10 жыл бұрын ұстаз болып, не үшін ұстаз болдым? Сол кезде не үшін ұстаз боламын деп шештім. Менің миссиям қандай? Тек осы биологиядағы терминдерді, факт және формулаларды түсіндіру ме? Әлде олар бір инструмент пе? Осы теорияны қолдана отырып, оны құрал ретінде қолданып, балаларға оның ар жағында жатқан маңызды сабақтар беру ме? Деп күндерден бір күнінде мен құндылықтарға негізделген білім деген курспен таныстым, қатысып алдым. Және вау, осы екен ғой маған жетіспей жүрген нәрсе деп қуандым. Сол сәттен бастап мен әр сабағымды көп өмірмен байланыстырып, әртүрлі жаңағы көбірек эксперимент жасап, жаңағы балық кесіп, әртүрлі жаңағы фрукт, жеміс-жидек әкеліп, андай американский фильмдерді қарап алып, столға шығып алатын нелер бар ғой, мотивация беретін. Сонда көбірек істеуге тырыстым. Мен айттым, мен ұстаз осы үшін болдым. Мен қорықпауым керек. Кім не десе десін, мен балалар үшін келдім деп, қолымнан келгенше эксперимент көп жасадым. Қазіргі таңда мен Жаңаөзен қаласында 6 мектеп биология мұғалімдеріне ментор болып көмек беріп жатырмын. Ментор не екенін білесіздер ме? Көп естіп жүрсіздер ме? Өте қызық жұмыс, өзіме өте қатты ұнайды. Мен жалпы биология мұғалімдеріне әрқашан олардың қастарында боламын, сабақтарына қатысамын. Сабақ біткеннен кейін сабағын бірге талдаймыз. Сол теориялық білімін практика жүзінде қолдануға көмек береміз. Сөйтіп, сабақ біткеннен кейін мен көбінесе қазір мынандай сұрақтар сұрауға тырысамын мұғалімдерден. Олар басында біраз қиналатын. Апай, ағай, бүгінгі сабағыңызда қаншалықты тақырыпты өмірмен байланыстыра алдыңыз? Қаншалықты құндылық енгізе алдыңыз? Бұл тақырып балалардың өмірлерінде, болашақта қалай оларға пайдалы болатынын айтып шықтыңыз ба? Құндылықтарды басында сабақтарға енгізіп жүрген кезде мұғалімдер біраз қиналатын. Ағай, осы сабақтан тыс іс-шараларда құндылық енгізу оңай. Бірақ оны сабақтың ішіне қалай кіргіземіз? Әсіресе сабақтың тақырыбына қалай оны кіріктіреміз деп сұрап жүрді. Мен байқағаным, кейбір мұғалімдер былай жасайды. Ал құрметті оқушылар, осы ай құрмет айы. Давайте бәріміз бір-бірімізді құрметтейік. Ананы құрметте, мынаны құрметте, ұстазымды құрметте, өзіңді құрметте деп, сосын ал енді өзіміздің тақырыбымызға көшейік дейді. То есть бөледі, құндылықты бөледі, сосын жаңа тақырыбын бастайды. Кейбір мұғалімдер маған ұнағаны құндылықтарды бөлмей, тақырыпқа сай, оны кіріктіріп беретін болды. Оның керемет мысалы біздің Сергей Мырза. Оны көп адам біледі. Айта берем Сергей Мырза туралы. Бір сабағында Сергей Мырза былай айтты. Балалар, осы сендер әкелерінің үйге басы ауырып, жұмыстан кейін шаршап келсе, не істейсіңдер? Деп сұрады. Енді халын сұраймыз, көңілін сұраймыз, шай береміз. Молодец, шай бересің, иә? Әкең ыстық шай ішсе не болады? Енді бас ауырған қояды, жаңағы көңіл күйі жақсарады. Сосын тағы не болады? Терлейді. Молодец, дұрыс, терлейді. Терлеген кезде қандай процестер жүреді? Терлеген кезде енді артық тұздар, керек емес заттардың бәрі термен шығады. Сосын не болады? Әкеміз жаңағы денесі тазарады, жақсы болады. Дұрыс, керемет айттыңдар. Осы процестер тек қана сендердің әкелерінде болмайды. Ол тағы да қайда болады? Ол өсімдіктерде де болады екен дейді. Опа, балалар, қалай өсімді? Кім біледі? Оның аты не осы процестің өсімдікте жүрсе? Дұрыс, ол транспирация. Балалар бәрі дейді. Қиын бір тақырып, өте қиын. Енді былай қарасаңыздар, маған ұнағаны, ана жақта ботаника, өсімдіктердің жаңағы артық суды сыртқа шығару деген транспирация деген қиын ұғымды
Сергей мырза не істеді? Үйдегі әкеге деген құрмет, шай беру, жаңағы құрмет ету деген құндылықтармен байлап жіберді. Керемет емес па? Ал бір шапалақ ұрып жіберейік. Енді біз 6 айдай жұмыс жасадық. Біздің жобамыздың ерекшелігі, біз тек қана жаңағы курстардан не істемей, білім бермей, теория, әрдайым оның қасында менторлық қолдау жасап жүреміз, посткурстық. Соның нәтижесінде не байқадық? Бір, балалар жаңағы сабаққа деген қызығушылық арта бастады. Екінші, өте маңызды, біз байқаған нәрсе, жаңағы осындай транспирация деген өте қиын тақырыптарды балаларға өмірмен байланыстырып, құндылықтармен толтырып, оңай мысалдармен түсіндірген кезде, ол бала оны жақсы түсіне бастайды. Ол бала оны точно ұмытпайды. Ертең емтиханда транспирация деген кезде әкесінің шай ішкені есіне түседі. Сондай емес па? Ондай мысалдар өте көп. Одан басқа өзара және ұстазға деген, ата-анаға деген құрметі жақсы көбейе бастады. Жаңағы тіпті кейбір ұстаздардың отбасында өзгеріс байқадық. Енді мен тек қана айта қоймай, сіздерге бір видео дайындап қойдық. Осы видеода біздің мұғалімдер жаңа өзінің құндылықты енгізіп жатқан кездегі кері байланыстарын айтып шықты. Соны тамашалаңыздар. Құндылықтар тек қана рухани жаңғыру, мәңгілік ел деген шектеліп қояды деп ойлайтын едім. Сөйтсем, бұл құндылыққа қазір өмірмен байланыстыру арқылы сабағымда құндылыққа толы екенін білдім. Осы құндылықтармен өзім айналысқалы, жаңа оқушыларға сабақ бергелі, менің отбасымда да өзгеріс пайда болды. Бұрын жұмыстан шаршап келгенде жолдасыма қатты сөйлеп, жаңағы шаршап тұрмын деген сияқты ауыр әңгіме айтып қоятын сияқты едім. Қазір ондай емес, мен қазір былай ойлаймын, мен оқушыларға құндылық туралы тәрбие берсем, сонда тәрбие бергенім қалай? Отбасыма да сондай құндылық берейін деген ойменен көп деген 180 градус емес, одан да көп градусқа өзгердім мен. Отбасымда да жақсы сөйлеп, жаңағылықты пайдалана отырып, біз балалардың бойына жаңа сабақты да жеңіл түрде енгізуге болады екен. Біз сол жағына көп мән беріп жүрміз. Бұрын жаңағы тақырыптың шеңберінен шықпай, сол тек ғылыми түрде тақырыпты ғылыми түрде меңгертіп, енді сабақ жоспарламастан бұрын сол қандай құндылық енгізем деген бірінші мақсатқа соны қойып отырмыз. Бұрын оқу мақсаты болса, енді сол оқу мақсатынан бұрында сол құндылық мақсатын қойып, содан кейін оқу мақсатын соған байланыстырып жұмыс жасауға жолға қойып жатырмыз, және оның нәтижесін көріп жатырмыз. Күнде ести берсек, күнде бойына біз айта берсек, оның бойына ол жақсы қасиет қалыптасады. Әйтеуір ол тақырыпты меңгермесе де бала, что менен бір жақсы адамгершілік тұрғыда, рухани тұрғыда бірдеңе алып кетсе екен деген ой. Мен қандай мамандық болайын, ол мұғалім болайын, ол биолог болайын, математик болайын, но бірақ бала тәрбие мектепке келгеннен кейін бір бойына жақсы қасиет сіңіре білсе, ол плюс мен үшін. Бұрын сергіту сәтін біз тек бір балалардың көңілін көтеру үшін ән күй деп ұйымдастыратын едік. Тек балалар бір көңілін басқа бір жаққа аударса деп. Жоқ, енді олай емес. Сол сергіту сәтін жасай отырып, балалардың сол бір жарым минуттық кезінде де балаларға бойына бір нәрсені қалыптастыруға болады екен. Жақсы қасиетті қалыптастыруға болады. Және ол дәл өзі көріп жүрген дүниені мысалға келтірсем, бала тез ұғынады екен. Және ол есінде көп сақталады. Сол сұрақтар келген кезінде, мысалға ертең сынақ болып жатқан жағдайда, ол сол оқиға есіне түседі, және сол есінде көп сақталады. Біз соған көзім жетті мен өзімнің да. Құндылықтарды әрбір пәнге, әрбір тақырыпқа кіріктіріп беруге бола ма? Болады. Қиын ба? Қиын. Бірақ біз ұстаз болып, шын жүректен балалардың болашағын уайымдайтын болсақ, сабақтарымызға көбірек осы құндылықты қалай енгізсем, осы сабағым, осы тақырыбыма көбірек құндылықтарды және тәрбие жағын беруге көңіл бөлсек, мен ойлаймын, балалардың, оқушыларымыздың жарқын болашағына үлкен үлесімізді қосамыз деген сенімдемін.